Қаланың жолын жауып тастады. Кетіңдер бар, арғарай кетіңдер. Түріне, арзақта тоқтады, жүрмейін. Кеттіге, барықтар, келіпсейш. Құрметті Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев мырза, мына қымбатшылыққа байланысты Қарақия ауданының мына жерде халқы жиналып отыр. Газ мәселесі жөнінде. Соны шешіп беруіңізді сұраймыз. Газдың мәселесін өзеннің халқы сұрағандай 60 қылуын талап етеміз. Талап етеміз ба? Түсіріп бастадым. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, мына құрметті Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Асқарұлы Ноғаев мырзаға, Қарақия ауданы әкімі Қыдырберді Беков мырзаға, осын Қазақстан Республикасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа Маңғыстау халқы атынан Жетібай кентінен жолдама. Мынау қазіргі таңда газдың қымбатуына байланысты 60 теңгеден 120 теңгеге қымбатуына байланысты біз қарсылық танытамыз. Осы газдың бағасын ең төменгі жалақыға байланысты тұрақтандырып, не 60 теңге, не 50 теңгеге тұрақтандыруыңызды сұраймыз. Осы газдың бағасына байланысты біз қарсымыз. Газ тұрақты болсын. Газ ешқашан болмай қалмасын. Неге резко көтеріп бәр нәрсені? Біздер адам жиналса, айтамыз да, заңсыздық біліміз да. Мынау бағаны көтергені бәрі заңды болып келеді. Оқалай отырған жауап беріңізші. Пенсионер адам. Біздің пенсиямызды 5% көбейтіп отыр үкімет. 5%. Газды 120% көбейтіп отыр. Ұят емес па сол? Үкіметке айтыңызшы. Жоғарғы айтайық. Ойыстық қой, Hilux группа сияқты болып келу керек қой. Hilux группа жиналып келді. Қысқа жақта жиналып көреді маған. Красавчиктер да жалпы да. Нұржан, сен түсірем әбді. Әбден монтаждап жібергеннен кейін жіберемін деп жатыр. Интернетке салатын. Бюджетке бар ғой, бюджетке. Бюджеттің басына бару керек. Бюджетке тұру керек. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Алла тағала сайының жігіттерін ішін даудан сақтасын. Біз Маңғыстау газ мәселесін шешу керек. Тұрғындары облыс әкімі Нұрлан Ноғаев Асқарұлына осы видео үндеуді жолдаймыз. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап облысымыздағы газдың шектенсіз қымбаттауы, нақтырақ айтсақ 115-120 теңге болуына байланысты қарапайым халықтың келесі талаптарын орындаумен қатар мәселені тез арада шешіп беруді сұраймыз. Облысымыз бойынша газдың бағасы ең төменгі жалақыға сай болуын, әрдайым болуын, газдың бағасын төмендеуін, ең кем дегенде 60 теңгеге түсуін талап етеміз. Ассалаумағалейкум қазақ жұрты. Біз Мұнайлы ауданының тұрғындары облыс әкімі Нұрлан Ноғаев Асқарұлына осы үндеуді жолдаймыз. Өңіріміздегі газдың бағасы шектен тыс қымбаттауына байланысты біздің келесі талаптарымызды орындауды
және мәселемізді шешіп беруді сұраймыз. Бірінші, газдың бағасы облысымыздағы ең төмен жалақыға сай келуін, екіншіден газдың бағасын 60 теңгеге түсіруін талап етеміз. Талап етеміз, жігіттер? Талап етеміз. Және сонымен қатар газдың үнемі болуын талап етеміз. Және де сол баға ешқашан өзгермеуін сұраймыз.